Баршаға сәлем. Мусор төгіп келе жатсам, енем жұмыстан келе жатыр екен. Тез етіп үйге кіріп кеттім, жүгіріп. Енемнен бірінші үйге кіріп, тамағым дайындап күтіп алайын деп, 5-ші этажға әрең міндім, ырсылдап сөйтіп кухняға жүгіріп барып, тамаққа керек заттарды дайындап осылай ашып алдым, тез етіп. Сосын булочкаға қамыр аштық қойдым, содан нанға және 2 қаттама нанға қамыр илеп қойдым, осылай дайындап. Сосын тез етіп қаттама нанымның қамырын осылай жайып алдым. Шап-шағын 2 шығады, майын жағып, орап, созып осылай айналдырып дайындап қойып қойдым. Өйткені енем қаттама нанды қатты жақсы көреді. Сосын бауырсақтың қамырында тез етіп осылай жайып, турап дайындап қойдым да, етімді турап, жуа сәбізімді турап, тамағымды дайындадым. Сосын қаттама нанымда дайын болып қапты, оны зуалап пешке салып жіберіп келіп тұрсам, баламда бауырсақтың қамырын мыжып тастапты, бір-біріне жабыстырып, оны тез етіп жайып алдым да, қызым жылап жатыр бір кезде, аш қалдым деп оның тамағын беріп алдым. Сосын қаттама нандарым да пісіп, кезекпен одан нандарымды пісіріп алдым. Сосын тамағымның макаронында салып жібердім, суын құйып қайнатып қойдым. Содан бауырсақтарымды осылай майымды қыздырып алып, салып, қызартып, қуырып алдым. Булочкамның қамыры да дайын болған екен, осыларды орап осылай дайындап қойдым. Содан пешіме салып, 5 минутта қызартып, жұмсақ булочкаларым да дайын болды. Содан шайымды тақтадым, тамағымды салдым, атам да жұмыстан келді. Барлығына үлгердім, ал енді бізге ас болсын.